Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен бала кезімнен бері жасайтын осындай рогаликенің рецептісімен бөліскім келеді. Өте тамаша шығатын рогалике. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Бұл рогаликені сатып та жақсы пайда табуға болады. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды салып араластырып, және бір қасық ұнымызды салып араластырамыз. Және дрожжымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, бір 10 минутқа қоя тұрамыз. Міне менің дрожжым 10 минуттай тұрды, ашыды. Енді мен ыдысыма осы дрожжымды құямын. Және де ерітілген сармайымды құямын үстіне. Бір жұмыртқамды және қантымды салып, қазір ұнымды салып, жақсылап тұрып рогаликенің тестісін илеймін. Мен барлық құрамдарын описанияда қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар, барлық құрамы жазылады нақты. Осы міне басып қойған тестімді мен жылы жерге бір 35-40 минутқа қойып алдым. Бұл қатты май көп болған соң жерде тесті өте қатты көтеріліп кетпейді. Бірақ жылы жерде бір 40-45 минут тұрғаннан кейін жайлап жасай берсеңіздер болады рогаликеді. Мен осылай 4 бөлікке бірдей қылып өлшеп бөліп алдым. Ол бөлінген бөліктерімді осылай оқтаумен жаямын да 8 бөлікке бөлеміз. Міне осылай рогаликенің формасына келтіріп, мен осындай рогачоп деген вареный сгущенканы пайдаландым. Жалпы депті пайдаланам, осы рогачопты пайдаланам. Жақсы сгущенкілер осындай вареный. Міне мен қамырымды жаңағы 8 бөлікке бөлген қамырымның бір шетіне вареный сгущенкамды салып, осылай формаға келтір, осылай ораймын. Міне рогаликенің формасы шықты. Қазір мен барлық рогаликелерімді осындай формада жасап шығамын. Міне мен барлық жартылай рогаликелерімді, жасаған рогаликелерімді пісіре беремін. Қазір мен жұмыртқаның сарысына 1 ас қасық сүтті құйып, осылай араластырып алдым да, енді рогаликенің бетіне кестімен жағып, қантқа аунатамын рогаликеді. Барлық жасалған рогаликелерімді осылай жасап, мен қазір пеште 150-160 градуста 30-35 минутта қызарғанша пісіріп аламын. Міне мен пешке жібердім бұл жасалған рогаликелерімді. Енді қалған рогаликелерімді жасай беремін. Мен енді қалған рогаликемді осындай шоколадный каплямен жасап көруге шештім. Көргім келіп тұр, дәмі қандай болатынын. Осылай капляларды молынан салып, сол формаға келтіріп, осылай рогаликенің формасын жасаймын. Бұл жасалған рогаликелерімді де жаңағыдай жұмыртқаға жағып, секерге батырып, духовкаға жіберемін. Міне менің рогаликелерім пеште пісіп жатыр. Әдемі болып, жақсы болып, қызарып, көтеріліп жатыр. Рогаликелерім пісіп шықты. Әдемі, түсі әдемі шықты. Мен қазір сіздерге рогаликелердің ортасын кесіп көрсетемін. Міне мен қазір бір рогаликені кесейін. Бұл рогаликем шоколадпен жасалған рогаликен. Міне әдемі. Енді қазір мен сгущенкамен кесейін. Жоқ, бұл емес сияқты, осында сгущенкамен қазір ортасын көрсетемін. Міне салынған майдың құрамы көп болғандықтан өте күтірлеу күшті рогалике шығады, шаймен жақсы кетеді.